Бұл жүн жабағы дейді. Жабағының жатқан жері қоқыс даладағы. Бүгінгі таңда бұл жүнде сұраныс жоқ. Сұраныс жоқ емес бар шығар, бірақ бұл жүнді деген тасып алып кетудің мәшақаты ол қаққа татымайтын болса керек, сондықтан ауыл-ауылдарлар ешкім жүн алмайды, ал ауыл кісілері өздері апарып бұл жүнді тапсырмайды. Ең ыңғайлысы осылай далаға лақтырып тастау. Әрине, полуфабрикат ретінде жүнді өткізіп жатқан іскер адамдар бар. Олар жүнді жуады, одан көрпе дайындайды, сөйтіп қыздың жасауы ретінде сатып жатады. Енді одан әжептәуір ақша құрайды негізі. Бірақ сол машақатқа да жұтқыңғысы келмейді, осылай жүнді оп-оңай жолмен далаға келіп төгіп тастайды. Осы жалпы ауыл шаруашылығы кластері біздің Қазақстанда керемет дамып кетті деп айта алмаймыз. Исырап болып жатқан дүние өте көп. Тері де осылай исырап, жүн де осылай исырап. Тіпті астың дәмін келтіретін құйрықтың өзінде осы күні керексіз нәрсе деп лақтырып тастап жатқан адамдар бар деседі. Міне осы ауылдың жағдайы.